Ең бастысы мәселе бұл жерде жалпы осындай кикілжің болған кезде баяғы сорлы қазақ таяқ жейді. Ашығын айтайық. Баяғы заңның бәрі соларға бұрмаланып кетеді. Кім біледі енді қалай болатын, солай болып қалады бізде. Сондықтан оны да қолға алу керек шығар деп ойлаймын. Уже тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. 30 жылда біраз дүние өзгеру керек деп ойлаймын. Қазақстан болғалы. Білмеймін, халық шаршады осындай дүниеден. Ұлтаралық жаңағы жағдайдың қақтығысы ешқандай ештеңе жоқ. Адамдардың бір-бірімен төбелесуі дегенге келіспеймін. Өйткені бұл қордаланған мәселе болып тұр ауданда. Жалпы Ұйғыр ауданы деген аттың өзі осы Ұйғыр мен қазақтың арасындағы үлкен кикілжіңге алып келетін мәселелердің бірі болып тұр. Жалпы бірінші талабымыз біздің осы аудандағы азаматтардың талабы батталыпқа қойған. Ұйғыр ауданының атын өзгерту. Және осы ауылдағы, осы Шонжа ауылындағы, Шонжа ауылының атын өзгерту, одан кейін осы ауылдағы көшелердің атын өзгерту. Өзгертуге болады ғой, Астананы бір-ақ күнде өзгерте салды. Нұрсұлтанға өзгерте салды. Оның жағдайын жасауға болады. Сондықтан оған тіреліп тұрған дүние жоқ деп ойлаймын.